Алматы облысы Қонаев қаласының тұрғыны Гүлбақыт Абылханова 16 жастағы қызына іздеу салады. Бәрін шашқан күйінше тастап кеткен, бұтына қара жынси, үстіне қара несін киген, болды, одан басқа ештеңе не қылмаған. Мама сөздің мәніне келгенде болды деп жазыпты. Мені іздеме. Анаған айтып, мынаған айтып, әуре болмай-ақ қойыңыз. Болды, үйге келмеймін. Балаңызға сіз авторитет бола алсаңыз, балаңыз сізге давай до свидания деген осындай сөз айтпаушы еді. Онда 14 жастағы қыз жігітпен сөйлесіп жүрсе, анасы үшін ол қалыпты жағдай ма? Жүрсең де бір жеріңе абай болды. 2 рет іс болған. Не? Мынау жыныстық бопсалау дейміз бе, зорлық дейміз бе. Бір сотка болған қызым мен сол жерде. Не за что біреудің баласы сотталып кетізілдап. Полицейлер сіздің қызыңызды қармақ ретінде пайдалануы мүмкін. Қол көтереді ма? Анда-санда ғана болады. Ну, а что, я үйге кетіп қоямын содан. Қайда тұрып жатырсыз? Әкесінің осы жоғалса жоғалсын маған сен. Мен қазір мына жерде бәрін айтатын болсам. Жаңа маусым сәрсенбі күні КТК-да.